Саламатсыңдар ма білім алушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жарияламас бұрын өткен сабақты еске түсірейік. Мына сұрақтарға жауап берейік. Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің сұрақтарын ата. Зат есімге мысалдар келтір. Білім алушылар, сендер бұл сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ендеше жұмбаққа назар аударайық. Мың қойым суға жүзеді, қойшысы бірге жүзеді. Жұмбағымыздың жауабы көже мен шөміш. Көже қай мерекеде пісіріледі? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Наурыз көже наурыз мейрамында пісіріледі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы салт дәстүр және ауыз әдебиеті, зат есім наурыз көже. Мақсаты зат есім туралы түсініктерін бекіту, наурыз мерекесінің ерекшелігі туралы талқылау, зат есімге байланысты берілген тапсырмаларды орындау. Ал енді білім алушылар, оқулығымыздағы 24-ші жаттығудағы суретке назар аударайық. Балалар, суретте нені көріп тұрсыңдар? Суретке қарап, қандай мерекені еске түсіруге болады? Иә, бұл наурыз мерекесі. Наурыз мейрамы көктем мен жаңару мерекесі. Бұл мереке ұлыстың ұлы күні деп аталады. Наурызда күн мен түн теңеседі. Мейрам кезінде тазалыққа мән беріледі. Жаңадан көшеттер отырғызылады. Адамдар бір-біріне ақ тілектерін жаудырып, түрлі ұлттық ойындар мен рәсімдер көрсетіледі. Ал енді оқушылар 25-ші жаттығуды түсініп оқып көрейік. Наурыз көже деген не ата? Наурыз көже деген 7 түрлі дәм салып жасаған өте дәмді көже. Ата, наурыз көжені неге ішеміз? Деді Нартай. Наурыз көже ішкен соң көне жыл бітіп, жаңа жыл басталады. Наурыз көже ішкен адам бір жасқа үлкейеді, деді атасы. Оқушылар, наурыз көже жасау үшін оған қандай дәндер қосылады? Наурыз көже ол қасиетті тағам. Елімізде әр өңірде әр түрлі 7 дәмнен жасалады. Табиғат бастауы су ғой. Сусыз тіршілік жоқ екенін бәріміз білеміз. Сондықтан суға қазақтың ең жақсы көретін тағамдарының бірі етті қосамыз. Яғни сүрленген етті әбден қайнатып пісіреді. Сосын оған арпа, тары, күріш сияқты дәнді дақылдар қосады. Көжеге міндетті түрде айран немесе құрт қосады. Себебі ол ақ мол болсын дегенді білдіреді. Көженің дәмін келтіру үшін міндетті түрде тұз қосады. Оқушылар, 26-ші жаттығудағы өлеңді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазайық. Наурыз құтты болса екен, жерге ырыс туылса екен. 27-ші жаттығуда оқушылар оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жазамыз. Қолғанат, есек, төс, қысым, ұршық, қолақ, шұлық, нарық, тымақ, керік, кіші, бақа. Енді осы сөздердің ішінен оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жазыңдар. Жаңа сөздерді таптыңдар ма? Олай болса, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Тымақ, қамыт, есек, кесе, қысым, мысық, нарық, қыран. Балалар, сендер де дұрыс жауапты тапты деп ойлаймын. 28-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін табайық.
Т-дан бастасаң дақылдың бірі, С-дан бастасаң бояудың түрі. Жарайсыңдар. Жұмбақтың шешуі тары, сары. Оқушылар, тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Тарыдан талқан, жент, тары сөк, тағы да басқа тағамдар жасауға болады. Кері байланыс. Көк түсті гүл. Өте жақсы түсіндім. Мен үшін қызықты болды. Сары түсті гүл. Мен сабақты жақсы түсіндім. Қызыл түсті гүл. Тақырып бойынша әлі де ізденуің керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар оқушылар.